Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін өте керемет пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Ал кеттік. Ыдысымызға жылы су құямыз, жарты стакан сүтімізді құямыз, 1 үлкен қасық дрожь саламыз, 1 үлкен қасық қантымызды саламыз және дәміне қарай тұзын салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізіп, міндетті түрде електен өткізіп, жақсылап қамыр илейміз. Осылайынан жұмсақ қылып, жақсылап қамыр илеу керек. Мінекей қамырымыз да дайын. Енді осы рецептпен міндетті түрде 2 пицца жасаңыздар, сонда тесталарыңыз жіңішке, жұмсақ, дәмді болып шығады. Және де бұл пиццаның ерекшелігі тестаны ашытып 1 сағатқа қоймайсыз. Илейсіз де жайып, сразу жасай береміз. Мінекей сразу мен жайдым. 1 сағатқа оны қойып қоймадым. Сразу жайып, сразу бетіне начинкасын салып дайындай береміз. Және де екінші ерекшелігі, мен шетіне осылай творожный сыр жағып шығамын. Міндетті түрде, сонда пиццамыздың шеті дәмді болады. Пиццаның шетін жегенге асығады, әсіресе балалар бізде қалдырып кетіп жатады, шетін жемей. Бұл жерде шетін жеуге асығады. Мінекей осылай толығымен жауып шығамыз. Әдемілеп, осылайынан енді начинкасына кірсек болады. Начинкасына мен кетчуп жақтым, томат жақсаңыздар да болады, томатны паста. Және майонез жағамын. Екеуін жақсылап, осылайынан жағып шығамыз. Мінекей осылайынан жақсылап жағып шығамыз. Пицца өте дәмді, тез дайын болады бізде. Енді осыны мен шампиньондармен жасауды шештім. Сіздер өз қалауларыңыз, өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Етпен, фаршпен, қалай сізге ұнайды, солай жасасаңыздар болады. Осылайынан шампиньон толық жауып, салып, үстіне сыр сеуіп шығамын. Арнайы пиццаға арналған сырды сеуіп, мінекей пиццамыз дайын бірінші, енді екінші пиццамызды дәл осылай. Бұны мен только помидормен және бірінші пиццадан кішкене шампиньон қалды, соны араластырып жібердім. Міне біздің пиццамыз дайын. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 20-25 минутқа қоямыз. 2 пиццамыз да дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жанна. Рецепт ұнап жатса, каналыма кіріп лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаға басып кетулеріңізді сұраймын.